Маңғыстаудың мұнайын бәріміз білеміз. Ал енді мынадай тас кірпішін көріп пе едіңіз? Ұлу тастан жасалған кірпіш. Дәлірек айтсақ, табиғат ана өзі қатырып жасап қойған. Адамдар тек амалын тауып, жерден тасты тіліп өндіріп жатыр. Тастың ені 20 сантиметр, ұзындығы 40 сантиметр, салмағы 20 килограмм болып келеді. Маңғыстау өлкесінің тұрғындары үй жайын, қора-қопсы, қоршауын осы ұлу таспен салады. Көлемі құрылысқа ыңғайлы. Маңғыстаудың тоқтамай соғатын желіне өте төзімді тас кірпіш болып келеді. Тасты жерді тіліп, кірпіштерді өндірген кезде пайда болған шаңның өзі, яғни ұнтақтар, актив материал болып шығады. Оны құрылыста, сылақ жұмыстарында пайдаланады. Біздің ауыл Каспий жағасында орналасқан, жағалай жаңадан салынып жатқан үйлер. Барлығы осы ұлу таспен қоршауын да, үйін де, қорасын да салады. Тас үлкен болғандықтан құрылысқа өнімді, қатаң табиғатқа төзімді керемет материал. Біз де өз үйіміздің құрылысына осы ұлу тастарды қолдандық. Қазір енді біз қоршауымызды салып жатырмыз. Отбасы үшін ең маңызды нәрсе баспана. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дегендей, ер мен әйел өз отбасының, өздері тұратын үйінің кірпішін бірге қалап, оған бірге ақша жинап, бірге тұрғызса, ол да бір өмірдің тамаша кезеңдері болып қалады екен. Әкесі мен анасының осылай бірге тіршілік етіп, бірге үй салып жүргенін көріп өскен балалар да еңбекке шыдамды, тәрбиелі балалар болып өседі. Сол үшін жас отбасы кезінде әр адам үйлі болуға әрекет ету керек. Әрекетке берекет. Әрекетін жасап үй салуды бастасаңыз, Алла тағала ар жағын өзі орайластырып келтіреді. Біздің каналға тіркеліп, видеоларымызды қолдай жүріңіз. Сіздермен өмірлік шынайы оқиғаларымызбен бөлісетін боламыз. Сау болыңыз.